Баяғыда жаңағы екі шайтан кетіп барады деген бір әзіл бар еді. Екі шайтан кетіп бара жатыр дейді. Баласына үйретіп жатыр дейді. Ана біреу баласы, біреу шешесі екен дейді. Мынау сиыр, мынау қой, мынау ешкі деп үйретіп жатыр. Соны анау екі аяқтылар не олар десе айтады. Олар адам жолама, олар өздері істеп алып бәрін бізге арта салады деп айтады дейді. Сол сияқты Путин қазір шайтан болды да, инфляция негізі Путиннан соғысынан бұрын басталған, бірақ қазір бүкіл дүние жүзінің басшылары бұл инфляцияны өздері меңгере алмай, контролдай алмай, мына коронаның да себебі бар, Қытайдың былығы бар. Соның бәрін өздері артып Путиннің соғысына артасап жатыр. Енді алдағы уақытта дүние жүзінде үлкен астық дағдарысы, азық-түлік дағдарысы, мына тауар тапшылығы, финанстық дағдарыс келуі мүмкін. Ал бұл финанстық дағдарыстың қайнар көзі сол жасырар жоқ, сол Путиннің соғысына бару мүмкін. Путин қазір шын мәнінде өте ырықсыз жағдайда. Ішкі жағынан орыстар оған наразы бола бастады. Ішкі жағынан ашық айғай шыға бастады. Орыстың әлеуметтік желісінде бас көтеру кәдімгідей қауырт болып келе жатыр. Путинді қорқытып отырған сол. Енді ол халықтың назарын басқаға аудару үшін Шығыс Еуропаның бір еліне шабуыл жасауы мүмкін. Немесе Қазақстанды жаулап алады, не біздің сұмырай анау өзі бөлшектеп алдын ала дайындап қойған Шығыс Қазақстанның бір бөлшегін солтүстіктегі шоғылыспен қосып Путин беріп, сонымен Путиннің жаңа жалдамалы үгітшілер Украинды ала алмасақ ала алмаған шығармыз енді. НАТО бірігіп кетті, сол НАТО бірікпесе біз алып кететін едік. Бірақ мына Қазақстанды алдық деп өзінің шовинистік, импершілдік пиғылмен ауыратын қолдаушыларының жаңа көңілін табуы мүмкін. Қысқасы, қазақ құрбандыққа шалынып кетуі бек мүмкін, өте мүмкін. Енді дүние алай-дүлей болып тұр, қалың елім. Дәл қазір мына әлеуметтік желіде кеше бізге бір видеолар келді. Қазақтың жем шөбін Қытайға өткізіп жатыр екен. Шығыс Қазақстанның Майқапшағай кеден бекеті арқылы Қытайға қазақтың жем шөбін тасып жатыр екен. Ол туралы Қытайдың медиалары таратып, ол Қытайдың медиаларынан қазақтар көріп, Фейсбукте бөлісіп жатыпты. Қазақ айтпаған. Енді қараңыздар. Былтыр енді малды баға алмай қалды. Біздің таныстарымыз, білістеріміз бар. Малды бағу, адамды бағудан қиын болып, әгі бейшаралар қолдарындағы ірі қара малының бәрін сатып құтылды. Неге десем, ана малға беретін жем шөп сомдық болып кетті дейді. Құдай-ау, онда жем шөп қымбат болса, мал да қымбат қой десем, мал керісінше арзан, жем шөп қымбат болды дейді. Содан сол малды тиынға сатып құтылдық дейді. Малды баға алмай қалдық дейді. Енді сол жем шөпті қымбаттатқан сөйтсек Қытай екен. Ал Қытай неге жем шөпті қымбаттатып отыр? Қазақтар малын баға алмай сатып құтылса, қазақты малдан айырса, сосын қазақты кіріптәрі қылмақшы. Баяғыда қазақ даласына ауру тарататын кенелерді, тышқандарды таратып, құстарды жаңағы өздерінің спутникпен басқаратын, чиппен басқарылатын кептерлер арқылы жаңа қазақ даласына ауру таратқан білесіздер. Қазақ даласына кәдімгі пробиркадан кенелер таратқан қытайлар туралы ақпараттар тараған. Ондай ақпарат бізге де келген. Енді Шығыс Қазақстанда Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаев бүкіл кендерді Қытайға заңсыз бейресми сатып жіберіп, сол кендердің маңында өмір сүретін Шығыс Қазақстанның қазақтарын қолдарындағы малын өтіріктен ауру деп жаңағы мал дәрігерлерін сатып алған сұмырай бәрі. Мал дәрігерлер келеді екен де, ана 20 сиыры, 30 қой бар қазақтың бәрін малын өртейді екен. Ал олар кредитке батып қалған. Жаңа қолындағы малын өртегінен тентіреп Семейге, Өскеменге, Алматы, Астанаға безіп кетіп, ана ауылдар қаңырап қалған ғой. Ол 15-ші жылда басталып кеткен. Сөйтіп ана Шығыс Қазақстандағы Қытайға заңсыз сатылып кеткен кен орындарының ана маңында жасайтын қазақтардың, енді оның жайлауы, қыстау, көктеу, күзеу қазақтардың жаңағы шөбін шабады бір жерден. Оның бәрін Қытайға сатып жіберген. Енді ол қазақтарды өздері енді бір жерге апарып орналастыру енді міндет еді ғой, кем дегенде. Біз саған Астанадан үй берейік, Қостанайдан үй берейік, сен тыныш ана ауылыңды ұмыт. Ол дәріғалар өйтпейді, ана малдарын өлтіріп, малдарының бәрін мал дәрігерлер арқылы ауру тарады, ойбай аусыл деп бәрін өртеп құртқанда, ана құрған малы бірақ тотиып далада қалған қазақтар өз-ақ ақыран-сақыран болып, көше сыпырғыш болып қалаға безіп кеткен ғой. Міне сол Шығыс Қазақстандағы сол Дариға заманнан басталған қазақтың малын құртса, малмен отырған ауыл құрайды. Ауыл құрса, жер болса, жер босаған кімге босатады? Қытайға босатып береді. Міне жем шөпті Қытайға
экспорттап жатқан сұмырайлықтың сыры осы. Қазақтың жем шөбін Қытайға сатып, Қазақстан нарығындағы жем шөпті қолдан қымбаттатып, содан бүкіл қазақ малын бағалмай малын сатып, сонымен тобыр болады. Сосын ол тобыр болып жаңа қайыршы болады. Қайыршы қазақ қайтеді? Биліктің басқаруына қолайлы болады. Биліктің басқаруына қолайлы болады. Міне қазақты қайыршыландыру, қазақты құрту саясаты осы. Жақсы, Америкадан бастап, Қытайдан бастап айтып, аржағы Элен Мәскіктің ғарыш интернетіне дейін айтып, ең соңында қазақтың жем шөбіне дейін айттық. Соның бәрі неден дейсің? Былай қарасаң, тақырыптың бәрі шашылып кеткен сияқты. Сол сұмырай Қытай, сол Қытайдың сұмырайлығынан, орыстың зұлымдығынан, Қытайдың зұлымдығынан қорлық көріп отырған қазақпыз. Сол орыс пен Қытай сияқты зұлым көршіміздің отаршылдық саясатының құрбаны болып отырған, көз ашылмаған, ғасырлар бойы өспей, керісінше өшіп келе жатқан бізді өсірмей, көгертпей, көктетпей отырған кім? Орыс пен Қытай. Ал біз Орыс пен Қытайдан құтылу үшін не істейміз? Америка мен Еуропамен одақ болғаннан басқа жол жоқ. Ал диктаторлар неге Американы жек көреді? Себебі Америка айтады: "Ей, сен таққа жабысып қалдың ба? Берсеңші басқаға. Әділ сайлау орнатсаңшы. Түрмеге заңсыз соттама, сот тәуелсіз болсын біздікі сияқты. Сот керек десе президентті де соттасын. Сен тек елді басқаратын менеджерсің, кәдімгі ресторандағы администраторсың. Сен ресторанның қожайыны емессің. Ресторанның қожайыны халық, мемлекет үлкен бір тойхана десек, оның қожайыны халық болу керек. Сен тек уақытша басқарып кетіп қалып, ертең тағы біреуге басқарады. Сен неге бәрін билейсің?" дейді. Сондықтан диктаторлар Еуропа мен Американы ұнатпайды. Диктаторларға диктаторлар ұнайды. Путин диктатор, Си Цзиньпин диктатор. Сондықтан Назарбаев пен Тоқаев сол Путин менен Си Цзиньпинді жақсы көреді. Оларға Америка ұнамайды. Оны Назарбаев баяғыда айтып қойған. Америка бізге тек ақыл айтады деп. Неге қайтып ақыл айтты? Сотты тәуелсіздендір, ақпаратқа еркіндік бер деп ақыл айтты. Ол Назарбаев ұнамайды. Сондықтан қалың елім, қазағым, мына сәбеттік, орыстық, ақпараттық уыттан арылып, тәуелсіз дүниеге, тәуелсіз көзімізбен, тәуелсіз басымызбен ойланып қарау керекпіз. Дүниеге өзіміздің тәуелсіз көзімізбен қарау керек. Қазақты құтқаратын батыстық демократия. Мен батысты мінсіз демеймін. Тағы да ойбай, сен батыстың итаршысың дейді. Батыс мінсіз емес. Бірақ бүкіл адамзатта осы дәл қазір сен батыстан артық заң салтанат құратын жүйені жаратқан басқа жерді таппайсың. Бізге ана арабтың діни радикализмі, фундаментализмі қол болмайды. Өйтсең онда ана Пәкістан, Ауғанстан, Шри-Ланка болып, онда 9 жастағы қызды қатындыққа алып, сорлап, биттеп, сақалымыз биттеп отырамыз сол. Жаңағы қару жоқ, жарақ жоқ, ғылым жоқ, өндіріс жоқ, медицина жоқ. Жаңа ауырып қалсаң барып, молдаға барып шұқтатып отырасың. Рәкті шұқтап емдегенді көрдің ба? Ғарышқа енді қиялдап, жаңа кілем бар мекен, сол аңызда айтылған ұшатын кілеммен ұшамыз ба деп, елдер ракетаменен аспан ұшып жүрсе, біз қиялдап отырамыз. Бізді дамытатын да, өсіретін де, өркендететін де жалғыз осы батыстық демократиялық жүйе. Одан басқа бізде таңдау жоқ. Басқа таңдау жоқ. Қалың елім, қазағым, көздеріңізді ашыңыздар. Дүниеге орыстың көзімен, Қытайдың көзімен қарамаңыздар. Батыс мінсіз емес, бірақ батыс сол орыстар, сәбеттер құлағымызға сіңіріп, денемізге тура ендіріп, енгізіп тастағандай сұмырай емес. Оларда сот тәуелсіз, үш билік бөлінген, ақпаратта еркіндік. Әрине, мінсіздік жоқ. Мінсіз, әділ, таза, идеал өмір тек Құдайдың патшалығында бар. Ол дүниеде Құдай орнатар, оның өзін көрген жоқпыз. Бірақ мына дүниеде адамзат тарихындағы әділеттілік қазір сол Еуропа мен Америкада ғана бар. Сол орыстың байлары неге баласын Еуропа мен Америкада оқытады? Неге Қытайдың байлары, коммунистері баласын Еуропа мен Америкада оқытады? Неге Си Цзиньпин ғана жалғыз қызын Америкада оқытып отыр? Солтүстік Кореяда оқытпады ма? Путин неғып бүкіл ақшасын Еуропа мен Америкаға тықты? Қытайға апарып тықпады ма? Қазақтың байлары неғып Лондоннан үй сатып алды? Дариғадан сұраңдаршы, Дариғадан. Әй, Дариға апа,
неғып сен Лондоннан Шерлок Холмстың үйін сатып алдың деп. Ана Құлыбаевтан сұраңдаршы, Құлыбай, сен неғып ана бүкіл Еуропадан бір өзі $500 миллиард, $1 миллиард тұратын виллаларды, кәстілдерді, қорғандарды сатып алдың? Неге Қытайдан сатып алмадың, неге Мәскеуден сатып алмадың деп сұраңдаршы. Неге біздің бүкіл әкімдер, сұмырайлар балаларын Еуропа мен Америкадан оқытады? Неге Құлыбайдың ана тоқалы, анау арықтаған есек сияқты тоқалы неғып Еуропада тұр? Мысалы, соны ойлаңдаршы. Неге шалдың інісі, немере інісі, құдаларының бәрінің ақшалары анау Бахама офшорлық есеп шоттарынан, Виргин аралдарының есеп шоттарынан шығады? Өткенде анау құпия құжаттар жарияланды, білесіздер, е? Азаттық радиосында қазақша мәтінде тұр, құпия құжаттары. Е? Жаңа Бахама Papers деді ма? Немене Papers деген жарияланды. Іздеңіздер, ағылшынша білетіндер, қазақтар қазақ және Papers, офшор аккаунттар деп іздесеңіздер Google-ден шығады. Мынандай сұмдық. Ол ақшалар енді Құдай сақтасын, бұл сұмырайлардың ұрлаған ақшасын Қазақстанға егер аман-есен қайтарсақ, бүкіл қазақтың анау ең сорлы дегеннің өзі миллионер болады ғой. Ең сорлы анау Қызыл Орданың бетпақ даланың құмында ана алдындағы 5 ешкісін айдап, өмірінде қала көрмеген жаңа бейшара сорлы қазаққа да келіп жаңағы $1 миллион коттеджді жасап бере салатындай ақша жетеді қазақта. Бәрін ұрлап отыр ғой, бермеу керек, татырмау керек қазаққа. Қазақты қайыр шығып ұстау керек. Себебі қазақта ақша болса, қарны тойса, ана диктаторларға қарсы күресіп қояды дейді. Міне қазақтың бейшара болып отыратын себебі сол.